Қайырлы күн, сіздермен бірге Дамира. Бүгін YouTube каналымда өзімнің пайдалы кеңесімен бөліскелі отырмын. Алдымен тіркеліп кетіңіз. Маған жиі қойылатын сұрақтың бірі, шашым жиі түседі деп. Міне 5 пиязымызды аламыз. Бұл жақсы көмектеседі. Әрине шашыңыз асқынған түрінде болмаса, болса міндетті түрде дәрігерлерге барып көрінесіздер. Осындай 5 пиязымызды алдым. Менде үлкен пияз, егер сізде майда пияз болса, 6-7-ін қосасыздар. Осы пиязымызды ашып аламыз. Шаш неге жиі түседі деген сұрақ көп қойылады. Егер сіздер анемия болсаңыздар, шаштарыңыз жиі түседі. Және жасыл түсті жемістердің жетіспеушілігінен, яғни витамин жетіспеушілігінен де шаш жиі түседі. Міне осылай ашып аламыз. Шаштарыңызды жуғаннан кейін шашты тарауға болмайды. Ол шашты зақымдайды. Және тарақтың ағаш түрін таңдаңыздар. Осы пиязымызды ашып болғаннан кейін оны су құйып қайнатамыз. Аптасына 1 рет жусаңыздар жеткілікті. 2-3 рет жуасыздар. Одан артық жууға болмайды. Егер сіздердің шаштарыңыз түскен кезде бастарыңыз көрініп тұратындай асқынған түрі болса, бұл көмектеспейді. Пиязымыз ашып, енді саламыз, үстінен таза суымызды құямыз. Осыны отқа қойып 15 минут қайнатамыз. Минуттан соң осындай қоңырқай түсті, қызыл түсті болады. Міне дәл видеодағыдай болады. Осыны алып шаштарымызды жуамыз. Менің видеомда қарағандарыңызға рахмет. Кәделеріңізге жарасын.